Бұл өмірдегі еш мәні жоқ, мағынасы жоқ істердің бірі ол қорқу. Бостан бос қорқу. Адамның ойына қорқынышты ойлар үнемі келіп жатады. Адамның бойында үрей тудырып жатады. Бірақ сол ойлардың жеме-жемге келгенде 100% жай ғана сөз болып қалады. Іс жүзінде келгенде ол қорқынышты ойлардың еш қайсысы да орындалмайды. Ол ойлардың негізгі мақсаты адамды бақытынан айыру. Дәл қазіргі сәттен алып кетіп, болашақты немесе өткен шақты мазасызданып ойлау. Яғни адамның дәл қазіргі сәттегі өзінің бар екендігінен, өзінің тірі екендігінен бақытты сезінуден алшақтату. Сондықтан басыңызға қандай да бір қорқынышты ой келсе де сенбеңіз. Сенбеңіз мүлдем. Олар жай ғана сізді бақытсыз адам еткісі келеді. Әрбір адамның белгілі бір ойды ойлауға, немесе ол ойды ойлаудан бас тартуға құқы бар. Кез келген басыңызға келетін мардымсыз, қорқытатын ойларға сенбеуге, олардан бас тартуға сіздің толыққанды құқығыңыз бар. Себебі сіз ақыл иесісіз. Адам баласы ұшарын жел, қонарын сай білетін қаңбақ емес. Адам баласы ақылдың иесі. Адамның рухани күші бар, оның таңдау құқы бар. Сол себепті сіз жақсы ойларды таңдап, тек жақсы нәрсені танып білуге, соны ойлауға, соған ұмтылуға құқығыңыз бар. Себебі сіз бақытты болуға лайықтысыз. Себебі сіздің бұл дүниеге келген мақсатыңыз да бақытты болу. Жоғарғы күштер сіздің бақытты болғаныңызды қалайды. Ең бастысы, сіз өзіңізге өзіңіз қарсы келмеңіз. Бақытыңызға балта шаппай, тек жақсы нәрсе ойлаңыз.